басталып кетті ғой. Отан соғыс басталып қалғанда Сталин айтты, егер мынау Саратов ауданындағы немістерді басқа жаққа аудармасақ, ертең немістер Россияны басып алғанда сол жергілікті немістер біздің артынан сатып кетеді деді. Сондықтан не 8 жастағыма Бельгер деген неміс жазушы бар негізінде. Сол Бельгер кім? Герольд Бельгер ғой, сол 8 жасаған депортация қоныс аударым дейді ғой негізінде. Сол уақытта сіздер аударып кетті ме сонда Қытайға, сол сияқты. Мынау немістің жас бала ғой, 8 жастағы бала. Сол кезде депортация болғанда Қазақстанның Ақмола облысында жер аударылады. Сөйтіп сол жер аударылғаннан кейін 8 жастағы бала өседі, өйтіп Казгуге оқуға түседі. Содан кейін Казгуге оқуға түсіп кейін кәдімгі қазақтың жазушы болып шығады. Қазақ тілін өте керемет терең меңгерген жазушы негізінде. Ол айтады ғой, мен қазақ даласында қазақтың ауасын не қылдым, ескедім, табаннан жедім, қазақ даласының сахара даласында өстім, мен неге қазақ болмасқа деп ағай өте керемет айтады. 80 жаста қайтыс бұл кісі. Ол кісі де қайтыс болғаннан кейін апай не қылды, еңбек заттарды әкеліп қойды. Сондықтан апайдың кабинеті бар. Тез кіріп көріңіз, 3 соң мен қайтамын.